Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздерге мен қойдың қабырғаларын жасап көруге тырысамын. Оны қуырыпта жасайды, оны духовкада салып жасайды. Мен духовкаға салған түрін жасағым келіп тұр. Көріңіздер қандай әдемі болып шығатынын. Енді осыны сіздермен біз болып жасап көрейік. Бұл керемет тағамды пісіру үшін бізге қойдың қабырғасы керек. Қараңыз, мындай әдемілеп бөлік-бөліктен бөлінген. Әдемілеп бөліп алдық 2 килодай. Сосын 1,5 килодай майда картоп алдық. Оны қазір духовкаға бірге саламыз. Сосын маринадтау үшін біз мына етімізге бір пиязбен бір сарымсақ алдық. Сосын дәмдеуіштеріміз бар. Қазір бірінші кезекте маринадтап осы етімізді 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Сонан кейін барып тағамымызды бастаймыз. Міне пиязын сарымсағын турап әдемілеп қойдық. Дәмдеуіштерін қостық. Қара бұрыш, басқа да дәмдеуіштер, мынау райхан, жалбыз деген. Енді осыған бір 50 грамдай соевый соус қосып жібердік, құрғақ болмасын деп. Енді қазір мына етімізді бірінші тұздап, бұрыштап алыңыз. Әдемілеп тұз сіңу керек. Міне тұзын, бұрышын әдемілеп қосып алыңыз. Енді осыған барлық қосатын дәмдеуіштеріңіздің бәрін қоса беріңіз. Қалағаныңыз өзіңіз білесіз. Өзіңізге ұнайтын. Екі жағынан әдемілеп қабырғалардың барлығын тұзын бұрышын қосып алыңыз. Сонан кейін барып ана маринадқа, маринад пиязын, басқасын, сарымсағын қосасыз. Себебі бұл 2 сағат тұру керек. Қойдың қабырғасы деген тез пісетін еттің қатарына жатады. Еттің қабырғасы, қойдың қабырғасы жақсы малдың еті, сондықтан тез піседі. Көріп алыңыздар. Енді осыны бүкіл маринадымызды осыған әдемілеп салып шығамыз. Бұл сіңу керек әдемілеп. Міне маринадтап қойдық. Енді қазір осы салқын жерде 2 сағат тұру керек. Мен қазір мұның бетіне үлкен табақ жауып қоям да, сонымен бір 2 сағат ұстаймын. Оған мына картоппен жұмыс істеуіміз керек. Ол екі ортада картопты жақсылап аршып, оны тұздап, енді қызығып қуырып алу керек. Сосын барып духовкаға барады. Ол екі ортада бізге тұзын себіңіз әдемілеп. Біз картопты бүтіндей салайық дедік, арасына тұзы кірмей қалады ғой деп, екіге бөліп тұздап, сосын барып қуырып жатырмыз. Енді қызартып қуырып алыңыз. Енді картопты әдемілеп бәрін қызартып, дайын қылып, духовкаға салатын қылып қуырып алдық. Енді қазір еттің маринадын күтеміз. Міне ыстық пешке салайын деп жатырмыз. 2 сағаттан асты. Үстінің кішкентай құрғақ болмас үшін сұйық маймен майлап жіберейік деп ойладық. Себебі қазір піскен кезде қатып қалуы мүмкін, қап-қара болып. Сондықтан әдемілеп майлап қояйық дедік. Астында май бар, себебі астына салар кезде кішкентай май жаққанмын. Енді қазір мынау әдемі болып піскен сияқты, бірақ тағы да келесі бетін аударып қояйық. Сосын жарты сағат тұрды осы екі ортада. Қазір енді тағы да бір 20 минут тұрғызсақ керемет тағам дастарханға келеді. Астына аударып қояйық дедік. Астына да әдемілеп май барсын, астына да әдемілеп қызарсын деген оймен енді тағы да бір жарты сағат қоюымыз керек. Картопын көрейік. Мына қараңыз, картоп піскен. Етін көрейік. Мына қараңыз, еті де жұмсақ, сондай тамаша піскен. Міне 30 минут бұлай тұрды, 20 минут бұлай тұрды. Сонда ұзын сонарда бар жоғы 50 минут тұрды. Қараңыз, керемет тағам пайда болды. Қазір мына қойдың қабырғаларын әдемілеп пісіріп алдық духовкада. Енді қазір дастарханға барады. Міне қойдың керемет духовкада піскен қабырғалар дастарханға келді. Қараңыз, қандай әдемі, өте жұмсақ болған. Ана картоптары да піскен, қараңыз, дәмін көріп жатырмыз. Дәмі керемет болған. Міне осылай дайындап жүріңіздер. Қазанда пісіресіздер ма, қуырып аласыздар ма, жоқ осылай духовкада жасап жүресіздер ма, өздеріңіз білесіздер. Бірақ дегенмен бүгін сіздермен біз болып, менің әдісіммен де жасап көріңіздер. Ана
комментарий жазып, каналыма кіріп, лайк басып, жақсы пікірлеріңізді қалдырып жүргендеріңізге өте алғыс айтамын. Астарыңыз дәмді болсын.